сәлеметсіздер ме студенттер мен курс тыңдаушылар? Объектіге бағытталған бағдарлама парадигмалары атты 8-ші дәрісімізді бастаймыз. Объектіге бағытталған бағдарлама парадигмасы компьютер жады ұлғайған сайын үлкен бағдарламаларды іске қосу мүмкін болады. Симола 1960 жылдардағы бірнеше нысанға бағытталған тіл болды. Дегенмен объектілі бағытталған бағдарлама тұжырымдамасы 1980 жылдардың басында бағдарлама жасақтаманы әзірлеу қауымдастығында пайда болды. Бағдарламаның көлемі ұлғайған сайын адамдар модульдік және одан да күрделі бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу үшін бағдарламалық құралды қайта пайдаланудың құндылығын түсіне бастады. Модульдік бағдарламалық жасақтаманы қайта пайдалану, кітапхана тазалығы және ақпаратты жасару сияқты көптеген маңызды өзара байланысты тұжырымдамалар бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің, техникалық қызмет көрсетудің және эволюцияның жеңілдігін қамтамасыз ету үшін орналастырылған. Модульдік әзірлеудің басты артықшылығы бір модульдегі модификация басқа модульдердің функционалдығына кері әсер етпейді. Бағдарлама құралды қайта пайдалану бұрын жасалған бағдарлама құралды жай ғана файлда сақтау және қажет болғанда мұрағаттан қажетті модульдерді немесе процедураларды импорттау арқылы қайта пайдалануға болатынын білдіреді. Ақпаратты жасыру енгізілген бағдарламалық модульдің бір бөлігін басқа модульдерден әрекеттесу қажет болмаса, басқа модульдер үшін қолжетімсіз етуді білдіреді. Объектіге бағытталған бағдарлама парадигмалары бағдарламауға енгізілген бірінші тіл симула тілі болды. Яғни small type тілдері нысандар түсінігін көрсетті. Содан бері көптеген тілдер объектіге бағытталған парадигмалармен толықтырылды. Мысалы C++, C тілі және объектіге бағытталған парадигманың интеракциясы. Coles тілі, Lisp тілі мен объекті бағдарланған бағдарламау парадигмасы болып табылады. Prolog тілінің көптеген нұсқаларында объектіге бағытталған бағдарламаға арналған кітапханалар бар. Python және Ruby және PHP және PHP сияқты қазіргі сценарий тілдерінде өздерінің императивті ата-бабаларынан кіріктірілген объектіге бағытталған бағдарламалар бар. Fortran 2008 жылы және Cobol 2002 бұрынғы императивті нұсқалармен біріктірілген нысанға бағытталған парадигманы бөлісетін Fortran және Cobol тілдерінің соңғы эволюциясы болып табылады. Java тілі интернет бағдарлама парадигмаларын және объектіге бағытталған бағдарлама парадигмаларын біріктіретін C++ тілінің мұрагері болып табылады. Соңғы жылдары X10 тілі IBM зерттеушілері жаппай параллель компьютерлерде жоғары деңгейлі бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу үшін жасалған параллельді объектіге бағытталған бағдарламау тілін қолданыста. Бірнеше жылдар процессор бір компьютерден қолжетімді бола бастады. Ол компьютерлік желілердегі жетістіктер бірнеше компьютерлер арасында ақпарат алмасуға мүмкіндік берді. Осы жаңа жетістіктер негізінде бағдарламаны орындау тиімділігін арттыру үшін тәуелсіз ішкі тапсырмаларды бөлек процессорлармен салыстыруға болады. Мысалы, әзірлеу екі бағытта жүрді. Бірінші сериялық бағдарламаны кіріс ретінде қабылдай алатын және оны параллель орындау үшін параллель нұсқаға автоматты түрде түрлендіретін компиляторларды параллельдеу. Және екі ағын сияқты жоғары деңгейлі бағдарлама құрылымдарын біріктіру, орындау, тармақталу, белсенді күту циклі және бар тілдердегі қашықтықтағы процедуралар шақырулары болып табылды.
Осы конструкторлардың барлығында процессорда жұмыс істейтін бағдарламаның белсенді бөлігі орындау тиімділігін арттыру үшін бір уақытқа орындалатын бір немесе бірнеше қосалқы тасымаларды іске қоса алады. Параллельді бағдарлама парадигмасы бар көптеген тілдердің параллельді аналогтары жиынтықта. Мысалы, C тілінде бір мезгілде бағдарламау конструкциялардың интеграция конструкциясы деп аталды. Паскаль тіліне параллельді бағдарламау конструкцияларын біріктіру бір мезгілде Паскаль деп аталды. Прологта параллельді бағдарламау құрылымдарының интеракциясы консорт конкурент пролог деп аталды. Заманауи дербес компьютерлер негізінде көп ядролы процессорлардың дамуымен параллельді бағдарламау конструкциялар кең таралған. Бағдарламаның орындау тиімділігін арттыру үшін осы параллельді құрылымдардың көпшілігін қамтиды. Мысалы, ағымдарды пайдалану қазіргі тілдерде бар ағымдар кітапханаларына интерфейс ретінде немесе кірістірілген кітапхана ретінде жиі кездеседі. Мысалы, C++, Java үшін ауқымды кітапхана қамтамасыз етілді. Осымен бүгінгі 8-ші дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.